Өткен жол Алматыда жүрген кезде тікелей эфирден кейін шығып қарап жатсам онлайн консультация бар екен. Сөйтіп хабарластым. Анасына хабарласқан жағдайда нені естіп отырмын, анасы айтады, осы Латифа деген қызымызда судорог болып жатыр екен. Сол кезде скорый келіп, скорыйды шақырттық, скорый келіп, жаңағыдай. Не салып кетті сонда сіздерге? Салған жоқ. Скорый салған жоқ. Фибрильный судорог болып жатыр екен. Бұл уже бірнеше рет, үшінші рет па, нешінші рет болды сол кезде? Бірінші рет болды да сол кезде? Фибрильный. Одан алдын судорог болған? Одан алдын болған. Бірнеше рет болып шыққан одан алдын. Сөйтіп, алаң қалаумен енді анасы өзі сондай шешім қабылдады, ауруханаға жатпаймын деп, бірақ скорый жатқызамыз деп келген екен. Сөйтіп, ертесіне барып системасын жаздық, системасын бала алды, Аллаға шүкір, бірден басын көтеріп берді. Қалай қуанды мен сөзінің ашығы. Оны үйден сосын жұбайыма да айтып бердім. Сондай кейбір кезде консультацияларымызда болады, өкінішке орай, бірақ болып тұрады. Бірақ енді бұл жерде не деп айта аламыз? Алдын ала баланың иммунитетін дұрыстап алған жақсы. Фибрильный судорогтың бірінші жаңағыдай себебі ферритин төмендікте болады. Бұл эпилепсия болмаса. Және енді доктор Каниев та өзі не деп айтады? 5-тен бір балада эпилепсияға айналып кетуі мүмкін деп өзін жаңағыдай практикасымен бөлісіп жатыр. Сондықтан эпилепсияға дейін жеткізбеу үшін енді әрине невропатологпен жұмыс жасаймыз және ферритин көтеріп аламыз достар.